Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін көпшілікпен тамақ жеу әдебі жайында әңгіме қозғайтын боламыз. Балаларыңызды міндетті түрде дастархан басында отыру әдебімен таныстырыңыз. Жасы немесе жолы үлкендігімен тамақты бастауға лайық кісі бола тұра, олардан бұрын бастамау. Егер асты бастауға лайық өзі болса, онда асқа жиналған көпшілікті күттіріп қоймай бастауы керек. Үнсіз отырмау, дұрыс сөйлеу және салих кісілердің тамақ жайындағы әңгімелерін немесе соған ұқсас әңгімелерді айтып отыру. Тамақта серігіне қарайлап отыру, одан артығырақ жеуге ниеттенбеу. Тамақ ортақ болған уақытта олардың рұқсатынсыз олардан артық жеу харам болады. Керісінше өзгелердің қамын ойлаған жөн. Жанындағылар солай істемейінше немесе олардан рұқсат алмайынша екі құрмадан жемеу. Егер серігі аз жеп отырса, оны ынталандырып тамақтан алыңыз деу. Тамақтан алыңыз деген сөзді 3 реттен көп айтпау, әйтпесе көп қайталап айта беру шектен шығу болып саналады. Пайғамбарымыз бір сөзді 3 рет қайталайтын, сондай-ақ 3 реттен артық айтылған сөзге мән бермейтін, сондықтан 3 рет артық айту әдепке жатпайды. Жанындағы кісіні алыңыз деп айтуға мәжбүр қылмау. Ғалымдардың бірі тамақ жеушілердің ең жақсы тамақтасын өзі қадағалауға мәжбүр етпей, адам және жеңіз деген сөзді айтқызбаған адам деген екен. Әрі өзгелер қарап отыр екен деп көңілі соққан нәрсені жемей қою дұрыс емес. Себебі бұл жасандылық. Қайта жеке қалғандағы әдетінен жаңылмау керек. Сонымен қатар көпшіліктің алдында жасандылық көрсетпес үшін жеке қалған уақыттарында өзін жақсы әдепке үйреткені жөн. Қажеттілік туған жағдайда серіктеріне қарайлап және өзгелер молырақ жесін деп аз жеу әлбетте жақсы қасиет. Бір жағынан өзгелерді тамаққа ынталандыру және тамақтан алып отыруын қолдау ниетімен көбірек жеудің де әуестігі жоқ. Қолын шылапшынға жуудың әбестігі жоқ. Егер жалғыз болса түкіруіне болады. Өзге де адамдар бар болса түкіру дұрыс емес. Егер біреу құрмет ретінде шылапшынды ұсынса қабыл алу керек. Бір мезетте бір шылапшынға бірнеше кісінің қол жууында тұрған ештеңе жоқ. Бұл кішіпейілділікке жақын әрі ұзақ күтіп қалуды болдырмайтын әрекет. Егер бөлек-бөлек жуса, әрқайсының суын жеке-жеке төгудің қажеті жоқ. Су соңынан бөлек төгіледі. Жалпы шылапшын мәселесінде 7 әдеп бар. Оған түкірмеу, үлкеннен бастап, егер құрметпен кезек берсе, қабыл алу, оң жаққа қарай айналдыру, суды қайта-қайта төкпей үстіне жуа беру, су құюшының түрегеп тұру, аузындағы суды төсекке және жанындағы кісілердің үстіне шашыратпай, епті қолмен төгу. Үй иесі қонағының қолына өзі су құйғаны жөн. Имам Шафихи алғаш қонаққа келгенде, имам Мәлик оның қолына су құйып, менің бұл ісіме таңданбай-ақ қой, қонаққа қызмет ету парыз деген. Жанындағылардың тамақ жесіне көз тігіп бақылап олардың ұялуына себеп болмау. Керісінше назарын төмен салып өзімен өзі болу. Егер өзінен кейін өзгелер тамақ жеуге қысылатын болса, серіктерінен бұрын қолын тартпау. Қасындағылар әбден жеп болғанша қолын созып аз-аздан алып жеп отыру. Егер аз жейтін кісі болса, тамақтың басында аз-аздан жеп, соңына дейін олармен бірге жеу. Сахабалардың көбісі осылай істеген. Егер белгілі себеппен жемейтін болса, жанындағыларға сылтау айтып, оларды қысылмай жейтіндей ету. Жанындағылар жиіркенетін қылық жасамау. Сондықтан табаққа қолын сілкуге, аузынан ас саларда табаққа басын созуға болмайды. Аузынан бір нәрсе шығару керек болса, бетін табақтан бұрып, сол қолмен алу. Сірке суға майлы етті батырмау, майлы тамаққа сірке суды араластырмау. Мұны өзгелер жеп көруі мүмкін. Тісімен тістеп алған еттің қалған ортақ сірке суымен сорпаға батырмау, жиіркенішті нәрселерді еске түсіретін сөздерді айтпау.